Құрметті оқырман, Әңгіме ТВ арнасына қош келдіңіз. Әңгіме ТВ арнасына тіркеліп, лайк, комментария жазуды ұмытпаңыз. Әңгіме былай болған еді. Үй салысуға ауылдан 50-ден асқан қайнағам келді. Келе салып көрші әйелдің үйін өзімен бірге қатарлас әмпәй-жәмпәй болып кетті. Басында оған назар аударғаным жоқ. Оған шама да жоқ. Айнала шаң, тозаң, топырақ, құрылыс заттары. Әр мезгіл үстел басына келіп отыра қалатын құрылысшылар тағы бар. Тамақ тоқ, болмаса жұмыс жүрмесі белгілі. Бас аспаз өзіммін. Менің назарымда бұрған нәрсе қайнағама жиегеп түсетін телефон қоңырауы. Иә дейді де көрші жаққа зытып жөнеледі. Қолына бала ұстаған көрші әйелін сырттан көргенім болмаса, жақын танысқан емеспін. Содан қайнағаның әңгімесінен ол туралы біле бастадық. Сөйтсе күйеуі командировкада екен, ал үйде құдық жоқ. Сондықтан ол қайнағама қолғабыс етуін өтініпті. Содан күнде таңертең көрші үйге қайнағам су тасиды. Бірақ оның өтініші күннен күнге көбейіп, телефонға маза болмайтын күйге жетті. Ақыл тоқтатпаған жас қыздар жабысып, ер балаға қоймай телефон соға беретін сияқты. Ақыры телефон шырылдаса, подружка ма деп бәріміз біле қоятын болдық. Бір күні террорист солай атап кеттім, өзіндік себебі бар. Қайнағам ана көрші әйелді қонаққа шақырыр. Сенің атыңды атап, үнемі мақтап отырады демесі бар ма? Мен таң қалдым. Біріншіден, білісіп көрмескен адам ол қалай мақтайды. Екіншіден, қайдағы қонақ. Ортасына түсіп жайлап жатқан түріміз мынау. Үй әлі салынып бітпеген, төбесін шапқанымыз енді. Бірақ қонақ шақыратындай жайға әлі жеткеніміз жоқ. Үшіншіден, ол баяғыдан осы арада тұрады. Жаңадан үй салып жатқан менмін. Қазақтың жөн жоралғысы бойынша негізі қонақ деп емешегі үзіліп тұрса, ол мені бірінші шақыру керек емес пе? Қойшы, әлгі сөзден әбден нервым ауырды. Масқара жағдай, мен үшін солай болды. Ұлымды сүндетке отырғызғанда болды. Ұлым енемнің қолында ауылда еді. Үйлі болу алыңдар, содан кейін балаларыңды қолдарыңа аларсыңдар деген. Ол кісі де үй салып жатқаннан кейін Алматыға баламды алып келді. Балам 5-тен асқан. Апасымен қайтып кетсе, о да ұлымды ауылға дәрігерге сүндеттейді. Ал мен оның қиналғанын қаламадым. Лазермен ауыртпай осы арада сүндеттеген дұрыс деп шештік. Сөйтіп бір бөлмені толықтай бітіріп есігін салып, сол араға молда шақырттық. Келген молда асығыс екенін айтып, күйеуіме қала ішіне апарып тастауды сұрады. Осы кезде әлгі көрші әйелдің қызы келді. Кішкене бала осы қыздікі екен. Есік алдында күйеуіме көлігімен жол бойында күтіп тұрған бір туысқанын алып келуін сұрап жатыр. Алайда күйеуім баламды сүндетке отырғызып жатырмын. Қазір молда шығып қалады, оны қалаға апарып тастауым керек деп еді, жөнін айтты. Сөйтсе көршінің қызы жер тепкілеп ірінжіп, сонда әпкемді кім әкеледі деп дүрсе қоя берді. Күйеуім ерінбей жаңа айтқан тағы қайталағалы жатыр екен. Есік ішінде тұрған мен сол кезде шықтым да күйеуімнің жеңінен тартып ішке кіргізіп алдым. Терезеден қарасам, әлгі қыз әлі тұр. Соған қарағанда бәрібір көндірем деп тұрған секілді. Бірақ менің жаңаға қылғымнан тайсалды ғой деймін. 2-3 минуттан соң өз жөнімен кетті. Қоянның түгіне қарап түңілдеп айтушы еді апам. Бұл қыздың осы қылғаны маған еш ұнамады. Бір көргеннен көрші екенімізді міндетсініп жер тепкілегені. Бірер сағаттан соң сау етіп көрші қыз бен әйел үйге кіріп келді. Балаларыңызды түндеттетіп жатыр екенсіздер, құтты болсын деді. Енем сасып қалды да дастархан жайды. Самбырлап тез-тез сөйлейтін көрші әйелдің сөзіне ұққаным, оның күйеуі үлкен ауыр жүк көлігін жүргізеді. Онымен Қытайға, Ресейге, Украинаға тауар тасуға жиі қатынап тұрады екен. Аяғым сырқырап ауырады, қызымның баласын үйде қарап отырмын. Ал бұл бөтеннің баласын қарап ақша табады. Бауырыңызға рахмет, маған қарайласып тұрады деп қояды енеме ол. Іштей ойланып отырмын, мынау сонда қайнағамен жүріс жасап жүр. Біз оны білмейтін ақымақ деп санайды. Немесе білсе біле берсін, менде не шатағы бар деп ойлайтын өзі ақымақ бетпақ. 200-лік алдында кірпікшеңнен жиырылы қалатыным бар. Бұл жолы да солай болды. Өтірік білмесініп, мүләйісіп қалудан еш келмейді. Ал мына әйел бейшара халін жайып салып, екі көзін мөлдіретіп, енемнің алдында мүләйісіп отыр. Жылай білуді де өнер, деп жатады кейбір қатын. Мынаныкі тұнып тұрған өнер еді. Не керек сүндет деген соң енем ауылға қайтты.
Қайнағам мен көрші әйел қимай біздің үйде қалып қойды. Бір күні шелектемісің дейсің бе деп айқайлап жатыр. Содан ол кісіден көршіміздің ауылы шелек жақпай екен деп сұрадым. Жоқ, ол қайын жұрттық екен. Қайын жұрт жақта жүр. Бұл жауапты естігенде тіптен қаным қарады. Аярлығын қарасаңшы, сонда қайын жұрттың барлығына түкіріп қойып көңілдесінің көңілін білгісі кеп өліп барады. Тағы бір күні үстел басына тамақтанып отырғанымызда қайнаған подружка моншаға түскен, сен аппақ екенсің ғой деп айтты деп ыржалаң етеді. Масқара дедім. Мына кісі соған сеніп мәз. Ана ала қатынның не ойлағаны бар екен, ұқпадым. Енді мына айтқаны тұп-тура өтірік. Қап-қара кісіге аппақсың деп мәз қылып қойған. Бұл кісіде де еш жоқ секілді. Содан соң әна әйелдің бетіне қарап отырып, уважение надо заслужить дедім. Әйел мені түсінді, бірақ еркегі шошып түсті. Сол сөзден кейін көп отыра алмады. Тез-тез жиналып екеуі қол ұстасып біздің үйден ытқып шықты. Мүмкін күйеуі менің өзімше болып қалған біреу деп ойлаған шығар. Бірақ Құдай куә, мен оның сөзі андай оймен айтпағаным белгілі. Алайда бір қателік жібергенімді түсіндім. Айыбын айтсам, оны әйелдің өзіне жеке айтуым керек еді. Енді болар іс болды. Бояу сіңді дейді ғой қазақ. Мұндайда өзімізді кінәлі сезінем, кейде сөйтіп оларды қонаққа шақырсам ба деймін. Бірақ 200-ліктің алдында құрсып тырсып қалатыны тағы бар. Соны ойлап барлығы да осы күйінде қалған дұрыс па деп те қалам. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деген қазақ сөзі бар. Дегенмен көршімен тату-тәтті болу парыз. Көршіні ойласам, осылай миым атыла боп кетеді. Сіздер не айтасыздар? Қандай ой қосасыздар?